Фильм Джоди есімді қыздың жігіті Кевинмен бірге дүкенге келуінен басталады. Олар ескертусіз кассирге тапанша кезеп, дауыс көтеріп, кассадағы барлық ақшаны талап етеді. Қызметкер бағынады, Кевин ақшаны алып, далаға жүгіреді. Содан кейін Джоди сөренің артындағы сейфті байқап, оны ашуды бұйырады. Қызметкер сабырлы қалпын бұзбай, ішіндегі заттың оған ұнамайтынын ескертеді де, қарақшыға айналған үшін оны мазақ етеді. Джоди ашуланып кері санақ бастаған кезде кенеттен оқ атылады. Оқиға орны орманға ауысады. Саманта есімді әйел қорқынышпен үрей ішінде кетіп бара жатып, алыстан кішкентай күркеге көзі түседі. Ол ішінен көмек табамын деген үмітпен сол жаққа қарай жүгіреді. Күркенің іші бос, тек шаң басқан ескі радио, төсек және аздаған тамағы бар сөмке тұр. Саманта балта ұстаған ер адамның жақындап қалғанын көріп, дереу төсектің астына тығылады. Ер адам кіріп, тамағы бар сөмкені алады да шығып кетеді. Бұл Самантаға жеңіл күрсінуге мүмкіндік береді. Алайда ол күркеден жүгіріп шыға бергенде, әлгі адамға соғылып, құлап, аяғын жарақаттап алады. Том есімді бұл адам күтпеген жерден мейірімділік танытып көмек ұсынады. Ол Самантаның сөмкесін ішке кіргізіп, жарақатын мұқият таңып береді. Саманта тамақты алған үшін кешірім сұрап, кешеден бері нәр татпағанын түсіндіреді. Ол түнде көлігі бұзылып, күйеуі жақын маңдағы жанармай бекетіне кеткенін, бірақ қайтып оралмағанын жеткізеді. Ол Томнан телефон сұрайды, алайда онда тек сынық радио ғана бар екен. Том өзінің де көлігі бұзылып, мұнда 3 күннен бері қамалып қалғанын мәлімдейді. Мұны естіген Саманта күйеуін табуға асығып, қатты үрейленеді, бірақ Том түнгі температура Цельсий бағанымен -5 градусқа дейін төмендейтінін ескертеді. Олар Самантаның көлігіне барып, жанармайдың толық таусылғанын көреді. Том өз көлігі жайлы сұраққа оның аздап апатқа ұшырап, қазір жарамсыз күйде екенін жеткізеді. Олар Самантаның күйеуіне хат қалдырып, көліктен көрпелерді алып, күркеге оралады. Кешке Том Самантаға бұрынырақ жинап алған бұлақ суын береді. Бірақ ол судың қайтып барғанда жоғалып кеткеніне қайран қалады. Ол күйеуінің неліктен оны жалғыз қалдырып кеткеніне таңданады, ал Саманта өзінің жүкті екенін түсіндіреді. Мұны естіген Том оған төсекті беріп, екеуінде бұл ормандардан алып шығудың жолын табуға уәде береді. Кейінірек Саманта қорқынышты түс көреді. Ол ауырсынып оянып көмекке шақырады, бірақ Том еш жерде көрінбейді. Далаға шыққанда ол жерде ес-түссіз жатқан аққұба әйелді тауып алады. Ол әйелді ішке сүйреп кіргізеді, ал бұл кезде Том Самантаның көлігіне жанармай құюға өз көлігінен канистр алып келе жатады. Әлгі әйел көп ұзамай есін жиып, өзінің фильмнің басындағы көріністегі Джоди екенін танытады. Саманта оның кім екенін мүлде білмейтінін білдіргенде, Джоди ашуланып далаға шығып кетеді. Біраз уақыттан соң орманда оқ дауысы жаңғырып, Томды қатты сескендіргені сонша ол жанармайды төгіп алады. Тағы бір оқ атылады. Том әлгі адамға айқайлап тіл қатады, бірақ ешқандай жауап алмайды. Осы кезде Джоди күркеге оралады. Телефонның тіпті дәретхананың жоқтығына ашуланған ол, бұл Самантаның үйі деп ойлап, оны диуана деп атайды. Бірақ Саманта өзінің де жанармайы таусылып, далада қалғанын түсіндіреді. Көп ұзамай Томда қайтып оралып, жаңа адамды көріп таңғалады. Джоди өзін таныстырып, жігітімен ұрсысып, жолда қалып қойғанын мәлімдейді. Том оған қалуға рұқсат береді, бірақ ертеңнен бастап шаруаға көмектесуі керектігін ескертеді. Сол түні Джоди қорқынышты түс көреді. Түсінде оны байлап, есірткі егіп жатады. Келесі күні ол және Саманта бір-бірін жақынырақ тану үшін ашық сөйлесе бастайды. Алайда олар нақты қай жерде екендіктері туралы келіспей қалып, әңгімелері ұрысқа ұласады. Ал бұл уақытта Том орманның түкпіріне еніп, қашықтықты өлшеу үшін ағаштарға белгі қойып жүреді. Сұмдық жайт. Ол тіке жүрсе де, қайтадан сол күркеге келіп тіреледі. Ол Джодиді кездестіреді, ал Джоди болса Самантаның есі ауысқан деп сендіреді. Шошып кеткен Том дереу Самантаны іздеуге жүгіреді. Үшеуі бас қосқанда тұрған жерлеріне қатысты қатты дауласады. Том кенеттен өздерінің Дакотада екендігін мәлімдегенде, жағдай тіпті ушығып, бәрін шатастырып жібереді. Себебі әрқайсысы өз естеліктері мен бағыт-бағдарына кәміл сенеді. Бұл жерден әлдебір табиғатқа жат нәрсені сезген Том олардан өздерінің қайда екеніне нақты сенімділіктерін сұрайды. Ол келесі күні таңертең бәрі бірге алысқа жүруді ұсынады. Екі әйел де амалсыздан келіседі. Сол түні Том тағы бір қорқынышты түс көреді. Бұл жолы түсінде тапанша болады. Келесі күні таңертең үшеуі күркеден ерте шығып, орман ішімен жүре бастайды. Джоди өзінің анасын ешқашан көрмегенін, ол өзі туған күні қайтыс болғанын, сондықтан оны ата-әжесі өсіргенін ашады. Біраз уақыттан кейін Джоди сүрініп құлап, қалтасынан бір бума ақша түсіп кетеді. Том таңғалып, мұншама ақшаны қайдан алғанын сұрайды, бірақ Джоди оны жігітімен бірге жұмыс істеп тапқанын жайбарақат жеткізеді. Жолдарын жалғастыра отырып, Саманта жерден жұмбақ люкті байқайды. Том балтасымен құлыпты бұзады, ал үшеуі ішке кіргенде әскери бункерді көріп қайран қалады. Ішінде консервіленген тағамдар, ескі шарап және карта бар. Саманта барлық жазудың неміс тілінде екенін түсініп, олардың Польшада болуы мүмкін екенін болжайды.
Джоди оның бұны қайдан білетінін сұрағанда, Саманта әкесінің неміс болғанын, соғыста қайтыс болғанымен, анасының оған тіл үйреткенін түсіндіреді. Джоди бұл сәйкестікке қайран қалып, өз әкесінің де соғыста қаза тапқанын мәлімдейді. Керек-жарақтарды жинаған соң олар бункерден шығады. Алайда аз ғана уақытке жүргеннен кейін, алыстап кеткендеріне сенімді болса да, қайтадан баяғы күркеге келіп тіреледі. Сол күні кешкі ас кезінде Том егер ол жоғалып кетсе, ешкімнің оны іздемейтінін мойындайды. Ол анасының өлім жазасына кесілгенін және өзінің Дакотадағы жетімдер үйінде өскенін ашады. Ол үстелден тұрып кеткен соң, Саманта Джодидің ақшасын көруді өтінеді. Ол бұрын-соңды мұндай үлкен соманы көрмеген еді. Джоди ақшаны шығарып, жігітімен бірге жанармай бекеттері мен супермаркеттерді жиі тонайтынын мойындайды. Саманта купюраларды мұқият қараған кезде бірдеңенің дұрыс емес екенін түсінеді. Ақшада 1984 жыл көрсетілген, ол мұны болашақ деп санайды. Бұл Джодиді шошытады. Ол Самантадан қазір қай жыл деп ойлайтынын сұрағанда, Саманта сенімді түрде 1962 жыл деп жауап береді. Содан кейін Джоди күртешесінің зат белгісін көрсетіп, Самантаны таңғалдырады. Том қайтып оралғанда олар одан сұрайды, ал ол қазір 2011 жыл деп қадалып тұрып алады. Екі әйел өздерінің уақыт кезеңдерін мәлімдейді, бірақ Том оларды қалжыңдап тұр деп ойлайды. Кенеттен есік сыртында оқ дауысы гүрсейте түседі, үшеуі де қатты қорқып кетеді. Том сыртқа қарап қолында мылтығы бар адамды көреді. Олар көмек сұрау үшін далаға шығады, бірақ әлгі адам оларға мылтық кезеп, немісше сөйлейді. Том дереу балтасын жерге тастайды. Саманта олардың ешқандай жаман пиғылы жоқ екенін түсіндіруге тырысады, бірақ ол адам бірден Томды ұрып құлатады. Келесі күні таңертең Том есін жиса, қол-аяғы байлаулы жатыр. Ол Саманта мен Джодидің де орындықтарға байланғанын көреді, ал неміс бейтаныс адам еш жерде көрінбейді. Ескі шарапқа, антикварлық радиоға және әскери бункерге қарап, олар екінші дүниежүзілік соғыс уақытына өтіп кеткен болуымыз мүмкін деп болжайды. Көп ұзамай неміс қайтып келіп Томды босатады да, оны орманға күшпен сүйреп апарады. Ол ағылшынша бір ауыз сөз білмейді және Томды ұра бастайды. Ақырында Том босап шығып қашады, бірақ қайтадан ұсталып, ағашқа байланады. Содан кейін әлгі адам күркеге оралып, әйелдерден олардың қайдан келгенін ашулана сұрай бастайды. Оның назары кенеттен Самантаның мойнындағы алқаға түседі. Ол айғайлап мұны қайдан алғанын сұрайды. Саманта аударып, бұл Джодидің анасынан қалған естелік екенін түсіндіреді. Ер адам оған сенуден бас тартып, мылтығын көтереді. Сол сәтте Саманта өзінде де дәл сондай алқа бар екенін көрсетеді. Ер адам өзінің де тура сондай алқасын шығарады. Ішінде Самантаның сұмдықпен танитын әйелінің өз анасының суреті бар. Ер адам екі әйелді Томға ертіп апарады. Саманта Томнан онда да осындай алқа бар жоғын сұрайды, бірақ онда жоқ болып шығады. Осы уақытта босанып үлгерген Том әңгімеге қосылып, үшеуі бұл барған сайын біртүрлі болып бара жатқан жағдайдың мәнін түсінуге тырысады. Күркеге оралғанда неміс сарбазы ес-түссіз, байлаулы жатады. Төртеуі де есеңгіреп қалған. Саманта сарбаздың медальонындағы әйел өзінің анасы екенін түсініп, төбе шашы тік тұрады. Джоди бұл әйелдің шын мәнінде өзінің әжесі екеніне сендіреді. Содан кейін Саманта әкесінің аты Ганс екенін ашады. Неміс сарбазының құжаттарын тексергенде есім сәйкес келеді. Саманта Джодиден туған күнін сұрайды, ал жауап Самантаның босану мерзімімен бірдей болып шығады. Ол Джодиден әкесінің аты адам ба, және оны ата әжесі өсірген бе деп сұрайды. Джоди екеуінде растағанда бөлме іші сілтідей тынады. Сұмдық шындық әшкереленеді. Саманта Джодидің анасы. Жан азабына шыдамай, Саманта көзіне жас алып күркеден қашып шығады. Содан кейін Том Джодиге оның Джодидің өзінің анасы екенін ақырын жеткізеді. Джоди оны жынды деп ойлап, өзінің тіпті жүкті емес екенін және Томда бірдей алқаның жоқтығын алға тартып ашуланады. Бірақ Том бір кездері онда да болғанын тек өзімен бірге алмағанын жеткізеді. Ол анасының қылмыскер болғанын, жанармай бекетін тонағанын, кассирді өлтіргенін және ұсталып, өлім жазасына кесілмес бұрын өз әкесін өлтіргенін түсіндіреді. Мұны естіген Джоди қатты қирап, орманға қарай жүгіреді. Екі әйел орманда қайта қауышады, ал Саманта босану кезінде өлетінін түсінеді. Ол адам туралы сұрайды. Джоди оның соғыста қайтыс болып, сәбиді ата-әжесіне қалдырғанын, ал олардың кейінірек оны қорлағанын түсіндіреді. Ол Самантаға тыртықтарын көрсетеді. Бұл оның жанын одан сайын жаралайды. Кейінірек Саманта Гансқа жақындап, оған бәрін айтып береді. Ол оны босатуға дайындалады, ал Том мұның қауіпті екенін ескертеді. Ганс келіседі, бірақ босатылған сәтте мылтығын алып, күркеден қашып кетеді. Кенеттен Саманта өзінің қорқынышты түсін есіне алады. Ол Том мен Джодиге адам соғыста болғанда өзінің жалғыз босанып жатқанын, ал жедел жәрдемнің үлгермегенін көргенін айтады. Содан кейін Том өзінің түсімен бөліседі. Ол өзін қорлаған діни қызметкерді атып, содан кейін өзіне қол жұмсаған. Джоди Кевинді өлтірген үшін өлім жазасына кесілгенін есіне алады. Олардың әрқайсысы өз өлімдерін түсінде көргендерін түсінеді.
Бірақ Том бұл оқиғалардың әлі болмағанын, яғни олар өз тағдырларын өзгерте алатынын алға тартады. Олар қасіреттер тізбегі Ганстың өлімінен басталатынын, және олардың басты міндеті оны тоқтату екенін ұғынады. Олар картаны зерттеу үшін бункерге барады. Саманта әкесінің Польшадағы әуе шабуылынан дәл қазір өздері тұрған жерде қайтыс болғанын, және оның өлетін күні бүгін екенін ашады. Том мынадай теория ұсынады. Егер Ганс тірі қалса, Самантаның анасы ешқашан басқа адамға тұрмысқа шықпайды. Ол Самантаны босану кезінде ауруханаға апара алады, яғни Саманта тірі қалады. Қайтып келгенде Ганстың радио байланыс орнатқанын көреді. Олар оны бомбалау туралы ескертуге тырысады, бірақ ол тыңдаудан бас тартып, өз миссиясын аяқтау үшін далаға жүгіреді. Жаппай бейберекетсіздік кезінде Джоди ауыр жарақат алады. Ганс қайтадан қашып кетіп, Саманта мен Том оны аман алып қалу үшін жанталасып жатады. Том қатты үрейленеді. Егер Джоди өлсе, ол ешқашан өмірге келмейтін. Саманта қызын аман алып қалу үшін күресіп жатқанда, ол Ганстың соңынан тұра жүгіреді. Ұзақ қуғыннан кейін Том Ганспен қайта кездеседі, бірақ Ганс шабуыл жасайды. Олар қатты алысады. Ганс қарама-қарсы бағытта қашып кетеді. Том сұмдық шындықты түсінеді. Олар қайда барса да үнемі күркеге қайта оралады екен. Ганс Томға оқ атады, бірақ дәл сол сәтте Том ғайып бола бастайды. Джоди соңғы рет демалғанда ол толығымен жоғалып кетеді. Оның өлімі Томды болмыстан өшіреді. Жаны күйзелген Саманта барлығы үшін әкесін кінәлайды. Бірақ уақыт жоқ. Төбеден ұшақтардың гүрілі естіліп, бомбалар жауа бастайды. Ол Ганстан болашақ ұрпағы үшін өзін құтқаруын жалынып сұрайды. Бұл жолы Ганс ақыры сенеді. Олар бункерге қарай тұра жүгіреді, бірақ жақын жерде бомба жарылып, Саманта есінен танып қалады. Ганс оны бункерге көтеріп кіргізіп, сыртта бомбалар жауып жатқанда есікті жауып тастайды. Самантаның бейнесі жыпылықтап, ол толығымен жоғалып кетеді. Сырттағы Джодидің денесі де жерден ғайып болады. Ганс медальонның ішіндегі әйелінің суретіне қарап тұрады. Үлкен бомба күркені тас-талқан етеді. Содан кейін уақыт кері айналып, барлық оқиғаны жоққа шығарады. Оқиға 1985 жылға ауысады. Джоди фильмнің басындағыдай дүкенге кіреді. Бірақ қазір ол талғампаз әрі ересек, бұрынғыдай жеңілтек қыз емес. Есеп айырысқаннан кейін далаға шығып, басқа қызбен жүрген Кевинді көреді. Жұп дүкенге кіріп, тапаншаларын шығарып, баяғы тонауды қайталайды. Қызметкер ақшаны береді. Әйел сейфті ашуды талап етеді. Оқ атылмас бұрын көрініс қатып қалады. Біз зәулім сарайда тұрып жатқан Джодиді көреміз. Газеттегі мақала Ганстың қайтыс болғанын хабарлайды. Джоди өзінің қарт анасы Самантаға жақындайды. Екеуі жағажай бойымен серуендеуге кетеді.